сары жемісті үлкен де кіші де сүйсіне жейді. Расымен бананның адам ағзасы үшін пайдасы мол. Оның құрамында В, В1, В2, В6 және С дәрумендері. Сонымен қатар темір, кальций, калий, фтор мен фосфор бар. Ол жеке ас қорыту және жүрек қан тамыры жүйесіне жағымды әсер етеді. Дегенмен бананның барлық пайдалы қасиетін тиімді қолдану үшін оны дұрыс таңдай білу маңызды. Бананды таңдаған кезде ең бастысы сіздер тәтті балаларға тәтті деп көпшілік аналар сарысын, жұмсағын таңдауға тырысады. Бірақ олай жасамаңыздар, себебі сарысында қанттың көлемі өте көп, сондықтан да қанның құрамындағы қантты жоғарылатады. Бананды таңдаған кезде жасыл, бүтін түрін таңдаңыздар, яғни қара дақтар болмау қажет. Біле жүріңіз, жасыл бананда жасынық мөлшері көп, ол ішек микрофлорасын қалпына келтіреді. Сонымен қатар дәл осындай жемісте зиянды саналатын қант мөлшері төмен келеді. Банан таңдаған кезде сыртқы бүтіндігімен қоса, жеміс басындағы саңырау құлақтардың болмауын қадағалаңыз. Маманның сөзінше, жеміс басындағы ағарған дақтар бананда саңырау құлақтардың болуының белгісі. Аутоиммунды аурулармен ауыратын пациенттер, ағзасында түрлі қабыну процестері жүріп жатқан кісілерге оларға бананды, яғни соның ішінде сары бананды жеуді шекте деп айтар едім. Банандар ол көмірсуларға жатады, оларды қорытатын амилаза ферменті, ол 1 жастан асқаннан кейін барып балада дұрыс бөліне бастайды. Сондықтан да бананды 1 жастан асқан балаларға ғана беруге болады. Сонымен күнделікті банан жесе не болады? Бұл сұраққа нақты жауап жоқ. Күнделікті 1 банан жегеннің ешкімге зияны тимейді. Дегенмен дәрігерлер бір күнде 2-3 бананнан артық тұтынбауды ұсынады. Бұл мөлшер сары жемістің барлық пайдасын алып, тәуліктік көмірсулар мен калорий мөлшерін асырмауға көмектеседі. Ал артық салмақпен күресіп жүрген жандар аптасына 1-2 банан жесе жеткілікті.